Айқын Төлепберген бүкіл республика сарайын бийлетті. Мәңгілік ел Қазақстаным деп аталатын әншінің концертінде ине шаншар орын болмады. Асылым, туған жер, алтыным және тағы басқа лирикаға толы әндер орындалғанда көрермендер әуенге ұйып отырды. Ал жалаң аяқ және одан өзге динамикалық әндер орындалғанда жиналған қауым орындарында отыра алмай билеп кетті. Халыққа осынша энергия сыйлаған Айқынның бойында тыңдарманына деген сүйіспеншілігі мен шынайы ілтипатының барын сахнадағы әріптестері атап өтті. Оны өнер сүйер қауым қабылдай білген. Оның өнерінің бағалай білген. Ал бағалай білген сәт ол өнер азаматының дәлелдей білген деп ойлаймын. Ол өзінің өнерін әлдеқайда дәлелдеген, көрсеткен, өйткені бір жылдың ішінде паш етіп келген азамат емес, тырнақтап жинаған өнерінің арқасында, еңбегінің арқасында, жетілуінің арқасында, ұшталуының арқасында деп ойлаймын. Айқынның жүзі өте жылы, жаңағы харизмасы өте мықты, кез келген жанды баурап алатын қасиеті бар. Сол үшін шығар мүмкін Айқынды халық жақсы көретін, әндерін сүйіп тыңдайтын. Әртіс үшін ол өте бағалы қасиет деп табамын. Айқын шығармашылық концертінде сахнадағы әріптестермен дуэттер де құрды. Нұржан Керменбаевпен орындалған әні астарлы әрі өзекті тақырыпты қозғайды. Біздер Арман Дүйсенов ағамыздың әні, Асқар Дүйсенов ағамыздың сөзіне жазған ән, Қалқаға Наз деген әнді орындайтын боламыз Айқынмен бірге. Өте жақсы, сондай бір айтқан кезде өзіміздің тілімізді құрметтеуге шақыратын, өзіміздің тілімізді сыйлауға шақыратын сондай бір ән, айтқан кезде өзінің тілін білмейтін қазақ қыздарына арналады. Концертте өз өнерімді 95%-ға көрсеттім деп бөлісті Айқын, ал кештің қаншалықты жақсы өткені туралы баға беруді халықтың еншісіне қалдырды. Халықтың көңілінен шығып жатсам, мен қуаныштымын. Егер халық тұрып өзі билеп жатса, көңіл күйі тамаша деген сөз. Көңіл күйі тамаша десе, демек концерт ұнап жатыр деген сөз. Концерт ұнап жатса, мен үшін ол үлкен бақыт. Әнші жыл сайын концерт бергені абзал деген Айқын Қазақстанның түпкір-түпкіріне гастрольдік сапарымен аттанбақ. Мамыр айында Ресей әншісі Сосо Павлиашвилимен бірігіп Астанада да концерт